Соңғы жылдары қазақ қыздарының жаман әдеттері туралы баспасөз қала берді, әлеуметтік желілерде жиі жазып жатыр. Бір сөзбен айтқанда, қара көз қандастарымыздың тәрбиесіздігі, ішімдікке салынуы, темекі шегуі, жеңіл жүріске бой алдыруы, әсіресе қарындастарымыздың шетелдіктермен қыдыруы, тұрмысқа шығуы әлеуметтік желілердің басты тақырыбына айналды. Осы сөзді осы жерден тоқтатып, жақында өзім куә болған мына бір жағдайды баяндағым келеді. Мен таксистпін. 2 миллиондық Алматы шаһарында нәпақамды көшеден тауып, отбасымды асырап жүрмін. Таксист болған соң көлігіне неше түрлі адам мінеді. Осыдан 2-3 күн бұрын барахолкаға адам апарып, бос қайтпайын деп, сол маңнан бірнеше адамды ала қайттым. Көлігіме отырған шүлдірлеген 2 Қытай мен қазақтың 2 сылқым сұлу қызы. Жастары 50-дің ар жақ бер жағындағы жаман қытайлар тілдерін бұрап орысша сөйлеп қояды. Как будто Ресейде жүргендей. Қазақстанда жүрміз, қазақша үйренейік деген ой жоқ секілді. Әлгі бұралған 2 қарындасымыз да олармен орысшаны гәпіріп отыр. Артқы орындыққа 2 Қытай мен 1 қыз отырды. Екінші қыз алдыңғы орындыққа жайғасты. Айнадан байқап отырмын. 2 Қытайдың бірі әлгі орталарында отырған қызды өзіне құшақтай тартып, құлағына бір нәрсені сыбырлап қояды. Ал әлгі қарындасымыз Қытай ежелгі танысындай құшағына құлап ыржың-ыржың етеді. 2 қыздың да жасы шамамен 25-27-лердің шамасында. Түрі бар, сымбаттары бар. 2 қыздың Қытайлармен қылжақтасып отырғанына бір түрлі болып қалдым. Шыдай алмай жанымдағы қызға: "Бұларың кім? Қайдан тауып алғансыңдар? Қазақтан жігіт табылмады ма?" деп төтесінен сұрақ қойдым. "Бұлар біздің хозяиндарымыз. Барахолкада осылардың тауарын сатамыз. Күн көріс қой енді. Басқаларға қайдам, әйтеуір бізге жақсы қарайды. Саудадан тыс кейде ақша да береді. Осылармен араласқалы күн көрісіміз жақсарып қалды" деді. Тегіннен тегін ақша бермейтін шығар. Әр нәрсенің сұрауы бар емес пе? Соның ішінде Қытайлардың бақа есебі жеткілікті деп әңгімені қозғатып қойдым. Әрине, рас. Мына артта отырған кепкалы Қытай менің досым. Бұлайша айтқанда, любовнигім. Күйеуіммен ажырасып кеткенмін. 1 балам бар. Қазір ауылда ата-анамның қолында. Дұрыс жұмыс болмаған соң, осы барахолкаға сатушы болып орналасқанмын. Осында жүріп, Хумен таныстым. Менің жоғалтатын ештеңем жоқ. Етегі ашылған, кеуден шыққан әйелмін. Ара-тұра Худың көңілін тауып, төсекте болып тұрамын. Заты сол үшін Ху маған тәп-тәуір ақша береді. Маған тұрмысқа шық деп қояды. Ата-анам рұқсат бермейді десем, онда осы жердегі қатыным бол дейді. Онсыз да осы Худың заңсыз қатындарының бірі болып жүрмін. Жалғыз мен емес, осы базарда Худың 10 шақты ойнасы бар. Бәрі жап-жас әдемі қыз-келіншектер. Күн көріс үшін осы жаман Қытайдың астында жатып жүр. Ал бұл Қытай ақшаның арқасында талай қазақтың қызын астына салып, талтаңдап жүр. Мына артта отырған қыз менің подружкам. Ол да осы Худың сатушысы. Ол да осы Қытаймен жатады. Күйеуі, баласы бар. Күйеуі жұмыстан қысқарып қалып үйінде жатыр. Ал бұл қыз қысқарып қалған күйеуін асыраймын деп амалсыз мына Қытайдың көңілдесіне айналды. Қызды құшақтап отырған ана Қытай, мына менің дос Қытайымның жақын екен. Шанхайдан келіпті. Ол да осы жақта бизнес ашпақ көрінеді. Сендерге керек болады, тереңірек таныстырамын деді. Біздің пәтерге барып отырайық, демалайық деп бізді сонда алып бара жатыр. Контейнердегі заттарды өзге сатушыларға тапсырып, қазір осы Қытайларға қонаққа бара жатырмыз. Енді бұлардың көңілін таппасақ болмайды ғой. Күн көріс дегендей. Мені қойшы, жоғалтатын ештеңем жоқ. Үйде күтіп отырған күйеуім, балам жоқ дегендей. Мына Құралай артта Қытайдың құшағында отырған қыздың аты екен. Күйеуі, баласы бар. Қытайлармен жатып келіп, бұлардың бетіне қалай қарайды десеңші. Деп арт жақта Қытайдың құшағына кіріп, оның құлағына бірдеңені сыбырлап жатқан подружкасын маған жамандап қойды. Осы Қытайлардың тауарын сатып, солардың тряпкасына айналмай басқа жұмыс істеуге болмады ма? Неге арды қазақтың намысын ойламайсыңдар? Қазіргі елімізге келген шетелдіктердің бәрі ең арзан қыздар қазақ қыздары деген әңгіме айтатын болды. Масқара емес пе деп қатты кетіп едім.
әу баста жұмыс қарастырып көргенбіз. Төлейтін ақшалары мардымсыз. 60-70 мың теңгеге мына заманда қалада күн көре аласыз ба? Бәрі қымбат. Не істейміз? Амалсыз осындай тірлікке барып амалдап жүрміз, деді әлгі қыз. Не дерімді білмей қалдым. Оларды айтқан жеріне жеткізіп тастадым. Шүлдірлеп ыржың-ыржың еткен екі қытай екі қазақтың қызын құшақтап подъезге кіріп кетті. Міне, бұл менің көзіммен көрген бір ғана жағдай. Күн көрістің қамын сылтау етіп, шетелдіктерге тәнін сатып жүрген қаншама қыздарымыз бар. Өте өкінішті.